Жұмсақтық – сұлулық. Жұмсақтық – адамзаттың көркі. Жұмсақтық – сыпайылық, жылы жүзділік, күлімсіреу және жақсы сөз – бұлар бақытты жандардың белгісі. Шынайы иманды кісі сондай болады. Ол ара сияқты жақсы нәрсемен азықтанып, жақсы нәрсе бөліп шығарады. Ол гүлге қонғанда оны сындырмайды, не басқа зиян келтірмейді. Алла тағала Құранда: жақсылық пен жамандық бірдей болмайды. Сен жамандықтың қарымын жақсылықпен қайтар. Сонда өзіңе қас дұшпан болған адамның жан досыңа айналғанын көресің. Фуссилат сүресі 34-ші аят. Олар жамандыққа жақсылықпен жауап береді, бауырмал болып мейірімділік танытады, реніштерді кешіреді, ақылсыздардан бет бұрып ашуын басады. Жақсылықты еске алып, жамандықты ұмытады. Оларды жан дүниесіндегі салмақтылығы, сабырлылық пен сезімталдығы өзгешелеп тұрады. Айналасындағылар олардан ешқашан зиян шекпейді. Бұл фәни жалғанда олар айналасындағылармен тату-тәтті өмір сүреді. Ал енді ақиретте оларды жасаған сауабына сай ұлы сыйлық күтіп тұрады. Жұмсақ бол.